Сәлем достар, мен сіздермен сүзбенің табиғи жолын жасалу жолдарының бірнеше түрімен сіздерді таныстырайын деп отырмын. Соның бірі міне тартылған сүттен жасалады. Ол үшін тартылған сүтті жақсылап жылытып аламыз да бетін жауып 5-6 сағатқа қоямыз. Өзі әбден өзі ұйығанша. Ұйығаннан кейін астын газға қосамыз да міне осылай істеп бөліп, сары суы өзі бұрқылдап шығып жатады. Бұны ешқандай араластырмаймыз. Міне газдан сүріп алып, осылай көк судан алып, салқын суға салып аламыз. Содан кейін осылай суынан арылту үшін барлығы салып сүзіп аламыз суды. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып ұмытпаймыз. Көптеген видеоларды сол жерде көре аласыздар. Міне осылай астына судан арылады. Осылай істеп, оны ешқандай сықпаймыз. Өзі суының барлығы азаяды. Сүзбе жасаудың екінші түрін сіздерге көрсетейін деп отырмын. Бұл жаңа тартылған сүт. Сүтті пісіп кетпеу керек, қайнап кетпеу керек сүт. Осы кішкене ысып келе жатқан кезде біз айранды үстіне құямыз. Үстіне айранды құямыз да сүтіміз көк су бөлініп шыққанша жайлап қайнатамыз. Көк суы шыққанша қайнатамыз. Солай араластырып отырамыз, ішінен көк суы жайлап бөлініп шығады.